қуаныштан сарқыраған, қоштасатын күн келді бастауышпен, қиындау болып тұрар бүгін маған. Кеше ғана алдыма келген еді, именіп ұлы ұяға енген еді, 4 жыл бойы сусындап білімімен ұшақты қана қағып келді кезі. Кеше ғана тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, мектеп табалдырығын қуана аттаған ол қыздарымыз ойлары толып, бойлары өсіп, бастауыш сатысымен қоштасқалы отыр. Олай болса, түбінде асығымын, бастауышпен бұлбұлағын ұлаулар шамшырағын атты бастауышпен қоштасып салтанатына қош келіңіздер. Бұл салтанат қуаныш баршамызға, мұндай күй болған сірә қаншамызда. Қол соғып, қошеметтеп шақырайық, 4-ші А сыныбын ортамызға. Мен үшін бәрін бірдей қарақтарым, орындалсын арман тілек талаптарым, ақпараттай келмеген сәби болып, ұғындым әрбірімді қарақтарым. Өткіздім талай күнді, талай айды, уақыт сырғып артқа қарамайды. 4 жыл бойы сендермен бірге болдым, өткіздім қалай қызық, қалай жайды. Ірге тасып қаладым, білім бердім, саналы ол қыздарым бүгін менің ортада тұрған осы шәкірттердің көрейік тамашалап өнерлерін. 4-ші А сыныбы қоштасу байысын қабылдаңыз. Күнде жайнайды болып күн, әлемнің бәрі қандай
Мектеп білім кемесін басқарып бүгін келесіз. Ата-ана, ұстаз балаға ақжарқын сәлем етесіз. Шақырып құрметпенен Жұмагериева Гүлдариха Жаппарқұлқызына сөз кезегін береміз. Мектеп білім кемесін басқарып бүгін келесіз. Ата-ана, ұстаз балаға ақжарқын сәлем етесіз. Шақырып құрметпенен Жанат апайға сөз кезегін береміз. Құрметті, қымбатты бүгінгі біздің қонақтар, ата-аналар, әріптестер, балғын біздің шәкірттеріміз. 4-ші сынып бітіру біздің бүлдіршіндер үшін үлкен мереке болып тұр. Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Әр шаңыраққа жұлдызы жанған, шырақтары лапылдап, сіздерді төрге сүйрейтін әрбір үйдің ұл-қыздары аман болсын дегім келеді. Кішкентай ғана тарыдай болып кірген біздің керемет бүлдіршіндеріміз Жазира апайға сеніп берген, Жазира апай қолынан демеп, қолына қалам сапты ұстатып, А әріпін жазғызып, бүгінгі міне әдемі вальсті үйге дейінгі үйреткен қадамдарын өздеріңіз куәсі болып отырсыздар. Әдемі тәрбие сағаттың бүгін сіздер өздеріңізбен көңіл күйлеріңізді көтеріп, үйлеріңізге шат-шадыман балаларыңыздың 4 жыл бойы біліммен бірге өздерінің бойындағы бар асыл қасиеттерін алып шыққан өнерлерін тамашалауға келдіңіздер. Тәрбие сағаттарды ашық деп жариялап, балаларымызға сәттілік тілеп, жүректері лүпілдегені көрініп тұр. Өйткені бір басқа жаққа кететін сияқты 11-ші сыныптан да дайындықтарын көріп, бұларды айтып жатыр, 11-ші сыныптан да бір қоштасып мектептен кетіп, апайынан кетіп қалатын сияқты жүректерінде сондай сезімі алып тұр. Сәттілік тілейміз. Мектебіміздің атын шығаратын Кентау қаласының, Түркістан облысының білімді де, білгір, зейінді де жолы ашық, үлкен шәкірт бола беріңдер. Білімдерің өрге баса берсін, бастауыштағы алған, қаланған әрбір кірпіш болып, ойларыңа құт болған білімдерің өздеріңді үлкен деңгейге жеткізуге тілектеспін. Сөз кезегі Қамажай апай мен Жангүл апайға береміз. Ал құрметті ата-аналар, құрметті шәкірттер, 4 жыл бұрын 6 жастағы бала қазір 10 жасар, 9 жасар болып мектеп табалдырығын бастауышпен қоштасайын деп тұр. Бұл үлкен мереке бастауыш үшін әркім баласы өзіне алтын да, күміс те, осы үшін жұмыстан да сұранып келіп жатсыздар. Оның барлығы сіздердің арқаларыңыз осы біздің бүгінгі ағзамыз гүлдей жайнап кеткені. Барлықтарыңыздың осы өсіп отырған ұл-қыздарыңызды тек үміттеріңізді ақтап, әрдайым биік шыңнан көріне берсін. Ал 4-ші сынып шәкірттеріне барлықтарына осы 5-ші сыныпта орта болып өткенде әрдайым Жазира апайларыңыздың оқыған білімін ақтап, биік шыңдардан көрініп, ата-аналарыңыздың үміттерін ақтап, үлгілі оқушы бола берулеріңізге тілектеспін. Әр ата-ана өзінің баласын үлкен үміт күтеді, қандай болса да, сол үміттеріңіздің бір шам шырағы қазір 4 жыл білім алып, енді жанып келе жатыр. Ары қарай да жанып, жарқырап, күндей болып аспанда жарқырап шығуы осы 11-ші сыныпта да қаласа осы сыныптардан алтын белгі, үздік аттестат иелері көп болсын. Сіздер әрдайым марқайып, мақтанып, мектепке мені осындай балам оқиды деп қуанып келе беріңіздер. Барлықтарыңыздың мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Құрметті ата-аналар, бүгінгі шәкірттер үлкен өмірге аяқ басқалы отыр балалар. Бүгінгі мерекемен барлықтарыңызды құттықтаймын. Кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндер міне бүгін үлкен өмірге аттағалы отыр. Әрдайым жолдары ашық болсын, дендері сау болсын. Сіздердің балаларыңыз бір жылға үлгі деп есептеймін. Бүгінгі Жазира апай ұйымдастырған іс-шарамызға үлкен рахмет. Өте керемет вальс болды. Ары қарай тағы қызықтарға толы деп ойлаймын. Ақжол балалар.
әжелер мен аналар ұрпағымыз күндерінен батылы ел дәстүрін мәңгі сыйлап оқы деп үйреткен ғой абай ибрай бабалар. Армысыздар бұйырғалы әкелер, құранын ұштай балапанын әперер. Бүгін міне бастауышпен қоштасады, азамат боп кешеді сәби еркелер. Армысың алтын ұя, мектебім саған айтар жыралысын көңілім. Жүректерге жаққан білім шырағым, мектебіне айналады бұлар. Айым мен әдемнің орындауында бастауышпен қоштасатын кез келді әні қарсы алынды. Mektubuimizga qanday arnasdan da жарасады. Ендеше сыныптастарымыздан мектепке арналған ойын шумақтарын тыңдайық. Мектеп бала толықты, жарасқа, өзгелікте мейірім бәрі осында. Қадап қалып кешегі бала батар, ақыл білім жеткізіп санасын. Мектеп үйім, ұстаздарым, ата-ана, сенен өсіп, сенен ғана нәр алам. Саян ыстық, сен әуелі бәйтерек, тамырларым сан тарапқа тараған. Мектебім білім берер алтын ұям, ер жетіп сезер сөзі артты санам. Байлыған 4 жыл бойы ата-анамдай, әрқашан қасиетті атың маған. Арада өтсе дағы 40 жыл, әр күні балалық
сүйкімді сенің күміс қоңыр ауыл тұрауда құлағымда сыңдар қағып. Мектеп деген білім кені жүргені, мектеп деген ғылымның ең үлкені, мектеп деген тәрбиеші араға, мектеп деген даналардың мекені. Алтын аяқ мектебім аялаған, бар бала білім беріп сая болған. Үлкен жолға түсіріп шәкірттерін, жомармана жақсыға да пана болған. Еркелігін көтеріп әр баланы, сусындатып білімнің тұнығынан, саған қарыз бар менде ғаламдағы, нәр алып ұшып шыққан қайын. Арманым боп аңсаған, мәңгілік қалдым бетеңдеп, өзге ардақ ән айтап, ардақтап ұстаз өтемді. Мектеп келешек сіздерге арналады, ардақты да аяулы ұстаздар.
şekilleri bozsam dedi. Armanına aдаспаған жетеді. Ақымақтың өмірден төмелеп өтеді. Дос табу оңай ма балам? Ата, дос табу ақылға оңай, ақымаққа қиын. Жоқ балам, өмірде дос табу ақылға қиын, ақымаққа оңай. Есіңде болсын, досың ақылды болса өзің дана боласың. Досың бала болса өзің шала боласың. Үйдегі алтын қазығың кім? Ата, үйдегі алтын қазық бала. Жоқ балам, үйдегі алтын қазығың ана. Ана ақылды болса бала дана болады. Ана ақылшын, әке қамқоршын. Аға қорғаушын, үнін сүйенішін, қарындасың алатын. Ананың сыламағының ақылы кем, әкенің сыламағының жақыны кем. Үйдегі ақыл беретін кімден? Ата, үйде ақыл беретін ана дейді ғой. Жоқ балам, үйдегі ақыл беретін ата-ана, ұстаз, досы. Ата-ана баласына ақыл айтады, ұстаз шәкіртіне айтады. Достықтың өзі ақылдан басталады. Жаңағы көріністен түсінгенімізде адам өміріндегі ең қымбат жанның бірі ұстаз екен. Өйткені шәкірттердің көкірек көзін ашып, дүниетанымын кеңейтіп, қиялға қанат қақтырады. Дұрыс айтасың, ұстаз еңбегі ұлы еңбек. Сондықтан да ұлы ақын Абайдың ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық еткен жолықпас, үйретілген балаға деп айтуында терең ой жатыр. Олай болса, келесі өлең жолдарын ұстаздарымызға арнаймыз. Біз ең алғаш мектеп табалдырығын аттаған сәтімізде даярлық сыныбына келдік. Сол кезде басымыздан сипап, қалам ұстадық. Партаға кетіп отыру мен жүріс-тұрысымызды үйреткен апайларға басымызды иеміз. Апайлар, жүр жасаңыздар, тағы көптеген шәкірттер шығара беріңіздер. Ашық тілі әр кезде келе берген апайымыздың сөздері өте көркем. Ашық жақын жанары қашан көрсек, барлық жанарымыз сұрайтын болса екен. Ұстаздарымызға бұл. Show on the grave, show on the tree, show on the house, show on me. A happy new year for me, a happy new year for you, a happy new year for everyone. It says in happy. I always love your class. I teaching help me see that to have a happy life, learning is a key. Еңбек етсең ерінбе, жалқаулықтан жеңілме. Спорт әнін жемісі түйіп алып өмірге. Салауатты өмір салты мен өз-өзіңнің тәрбиеле. Ең бастысы айтарым, қиындықтан жеңілме. Ұстаздарымызға мынауыз. Орысшаны жаттаймыз, орыс тілінен қалмаймыз. Бұл пәннің арқасында орысша білсек. И сердце бьется в упорно, и для него воскресенье, и Бог ждет. Дом нравится, и жизнь идет, и любовь. Душе, обед, яркости, как уместнее видение, как гений чистой красоты. Монитор передача жазылса, өлеледі компьютер көп тасты. Мына жақында заманда Алия Зубия апайларға мынау қашанда ұстаздарым сіздерге зорауыз. Алияда Құдаймен
Құрметті ата-аналар, құрметті 4-ші сыныпты бітіріп жатқан бастауыштың қоштасып жатқан біздің кішкентай балапандарымыз, бүгінгі мереке құтты болсын баршаңызға. 1-ші сыныпқа, мектеп алдайғы сыныпқа балаларымызды, қыздарымызды қолдарына жетелеп әкеліп, жол мынау, сыныбым мынау, адасып қалған апай мынау деп табыстағансыздар. Бүгінгі 4 жылдың ішінде қазақтың алфавитіндегі қағидаттан, математикадан төрт амалды танып, дүниетаныммен, орыс тілімен, ағылшын тілімен, ақпараттық коммуникациялық технология пәндерімен, бірнеше пәндермен танысына үлкен өмірге қадам басқалды. Мынау бастауышты бітіру дегеннің өзі бір үлкен еңбек. Оның ішінде Жазира апай, сіздер келіп тұрыңыз, бастауыштың мұғалімдерінің еңбегі деген өте үлкен. Бізден жоғары сыныптарға сабақ бергеннен кейін сол дайын оқушыны қарай алып кетеміз. Ал енді былайша айтқанда әрбір үйдің еркесі, әрбір ата әжесінің ерке немересі, біреудің тұңғышы, біреудің кенжесі, біреудің тілек ағаны дегендей қазіргі баланы өмірге әкелуде қазір күнімізде қиындап бара жатыр ғой. Сондай өсірген балапандарымыз Жазира апайдың арқасында 4-ші сыныпты бітіріп, былайша қазақшалап айтқанда оң солын танып өмірге қадам басқалды, құтты болсын. Бұл жерде сіздердің ата-ананың қуанышы деген ол ерекше қуаныш. Оның бәрін өзімізде ата-ана ретінде басымызда өткергенбіз. Жазира апай, бұл ата-анадан бұрын сіз қатты қуанып тұр деп қуанышыңыз да бар, бір жағынан сіздер қимастық сезім өте басым болады. Бастауыштың мұғалімдері деген тура соның ата-анасы сияқты. Соны бірге еркелетеді, солармен бірге ауырып қалса бірге ауырады. Сондай мұғалім дегенде бір жүрегі жаны нәзік айтады ғой. Мұғалім жалпы жаңағы дәрігерлер адам жағының инженері болатын болса, мұғалім деген ол адам психологиясының инженері. Соны бағыттайтын, бағдар беретін, не жақсы, не жаман екенін үйрететін сіздің еңбегіңіз жансын. Сіздің еңбегіңіздің жағынан осы оқытқан оқушыларымыздың бәрі аман есен 4-ші сыныпты бітіріп жатыр. Ертең 5-ші сыныпқа барғанда педсоветті білесіздер, бастауышты оқытқан мұғалім кім деген сұраққа жауап берген сізді орныңыздан тұрғызбасын. Жақсы ары қарай да мұғалімдермен бірге тіл табысып, оларды түсініп, мұғалімдер сіз сияқты балаларды түсінсін, балалар ол мұғалімдерді түсінсін. Сонда бізде мектеп, ата-ана, оқушы сол бірлескен жағдайда бізде бір керемет, сондай жақсы ұрпақ қалыптасады деген ойдамыз. Рахмет, еңбегіңіз жансын. Құрметті ата-аналар, сіздерге біздің айтар алғысымыз шексіз. Қалада бірнеше мектеп бар, қазір жекеменшік мектеп бар, мемлекеттік мекемелер бар. Солардың ішінен осы 14-ші Әл-Фараби атындағы мектепті таңдап, оның ішінен Жазира апайды таңдап,
бүгін балапандарыңыз қанатын қағып, енді ұядан ұшқан деп айтпаймыз, бірақ бастауыштың бірінші қабаттан екінші қабатқа қарай, үшінші қабатқа қарай үлкейіп, қанаттарын қондап ұшқалы отыр. Сіздердің қуаныштарыңыз өте үлкен. Сіздерде деген сол ұстазға деген сенім, балаға деген сенім, сіздер ұрпақты өсірудің жолында үлкен еңбек жасап жүрген адамсыздар. Ата-ананың еңбегі деген айтады ғой, бала перзенттің қарызы ата-ананың еңбегі 3 рет жаяу апарып әкелсе де, ол тек қана бір түнгі ұйқысын бөліп, оны емізгеннің ғана еңбек ақысы дейді. Сондықтан да сіздердің еңбектеріңіз жансын, балаларыңыз, қыздарыңыз тәрбиелі, саналы азамат болып өссін. Мынау оң жаққа қарасаңыздар, әлемнің екінші ұстазы Әл-Фараби бабамыздың тәрбие мен білім жас ұрпақтың қос қанаты деген керемет қанатты сөзі тұр. Сол қос қанаттары бірге самғасын, егеменді тәуелсіз Қазақстан төгінде елдің азаматы болсын, тәрбиелі болсын, одан ары қарай білімді болсын. Сонда сіздердің келешектеріңіз жарық. Бұрын ата-бабаларымыз айтып кеткен ғой, енді осы Мағжан Жұмабаев, Ахмет Байтұрсынұлы, Ыбырай Алтынсарин ағаларымыз білімдінің күні жарық, білімсіздің күні қарып деп. Білімді адам деген ол толыққанды адам. Абайдың тілімен айтқанда көркем мінезді, толық мінезді адам. Сондықтан да балаларымыз сондай көркем мінезді болсын, толық адам болсын. Анау үлкен бір қазір есімнен шықты, бір биден сұрайды, қанша балам бар дегенде 1,5 балам бар деп айтады, сосын күледі келіп отырған кісілер. 1,5 баласын істеп айтады, сонда өзінің 3 ұлы бар екен. Ана біреуі елдің қамын ойлайтын бір бала депті. Ана екеуі тек қана отбасын ғана ойлайтын, ол екеуін жарты-жартыдан санаймын. Екеуі жарты деген екен, сонда менің 1,5 балам бар деген. Сондықтан 1,5 бала болмасын, әрқайсысы толық бір цифрға лайықты қыз болсын, ұл болсын, қыздарыңыз сондай саналы болсын, ұлдарыңыз елдің қамын ойлайтын, аттың жалын тартып білетін үлкен азамат болсын. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Осы сәтті пайдаланып, осы келе жатыр бізде ертең 25-ші мамыр оқу жылын аяқтау деген жалпы бастауышты бітіру, 9-шы сыныпты бітіру, 11-ші сыныпты бітіру оқушыларымыздың біз мұғалімдер үшін бір оқу жылын аман есен аяқтау дегеннің өзі үлкен мереке. Сондықтан әркіміміз мерекелі болсын, балаларыңыз саналы тәрбиелі болсын, сіздер мектепке тек қана осындай керемет көңілмен келіңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын. Мынау кішкентай балапандар қорықпаңдар, ары қарай да сендерді оқытатын біздің осы Әл-Фараби атындағы 14-ші мектептің білікті білімді ұстаздары 5-ші сыныптағы сынып жетекшісі кім сіздердің? Сыздық бар Розақай ма? Иә, Розақай да енді керемет тәжірибелі математиктердің ішіндегі ең мықтысы бірлестік жетекшісі Мақтабайдың қолына бара жатсыңдар, қорықпау керек. Құтты болсын бастауышты бітіп ұлғайып бара жатқандары. Ертең 5-ші сыныпқа барғанда да Жазира апайдан ұялтпай, жақсы оқып, тәртіпті болып, осы Әл-Фараби мектебінің оқушысы деген тек қана жақсы атақтан ие болуларына тілектеспін. Ақ жол. Ақырын жүріп анықпас, еңбегі кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Алғашқы қолымызға қаламыз тартып, үлкен онымыз бен салымызды танытқан, бізбен бірге қуанып, 42 атты танытып, білім нәрмен сусын тартқан, мектептегі анамыз ұстаз екені бәрімізге мәлім. Балалардың ұстазға арналған ән-жырларын айтып бұрын, ұстаз туралы не айтар едім? Ұстаз дана. Әр шәкірттің өз баласына тең көрмей, оқуға, жазуға үйреткен мұғалім еңбегі шексіз. Мұғалім мектептің жүрегі деп Ыбырай ағамыз бекер айтпаған. Олай болса, келесі жылдарымызда ұстаздарымызға арнаймыз. Маған ұстаз үйретті, әліп-бесін өмірдің, жан-жүйемді билетті, күйе шалқып көңілдің, қиялымды кездірді. Таптым ойдың тұрағын, маған ұстаз сездірді, алдағы өмірдің шырағы. Аса бұрышыл, қателесіп, әр балаға сен ана әке дейсің, болашақтың көктегенде шығыл, бағбанды аялап мәпелейсің. Ұқсаттыңыз сіз бізді баламызға, ұқсаттыңыз сіз бізді баламызға, жақындатып біртіндеп бауыр бастық, жүрегін ұлттық арамызда. Ұстандар бізді ертеге үш болады, еш едік білімен күш толады. Алғыр бол, әдепті бол, сабырлы бол,
ақылмен іс істесек оң болады. Біреушен бізге айтып бөлектарға таласып алушы едік бізде жаттап. Өзіміз баға қойған күнделікке жоғалтпай өмір бойы жүрем сақтап. Білім алған өзінен дәрігер, ұшқыш бар ғалым, саған сезіммен қарайды жұрт мұғалім. Хор ұстазбен бірге. Тамаша әуен, сіздерге ұсынамыз, тыңдашы кәне, қазақ қой осы әнін, елмелерге ортаға қосыламыз, көңілді көрден, шәкірттер бірге билер, отбасы барам, қосышы шәкіртіне, ұлтшы бір сәт, қағаз бен қаламды, шәкіртке бірге, қарашқа бірге самға, айналғанбыз бұл, сәттерді бірге тойла, ұстазым асыл жаным, жасай бер мәңгі жаста, ұстазым аяулымнан, арнаның көзіне ай, ұстазым сырын қайда, ұстазым сырын қайда, ұстазым сыйлайық, ұстазды сүйейік, ұстазым асыл жаным, жасай бер мәңгі жаста, ұстазым аяулымнан, арнаның көзіне ай, ұстазым сырын қайда, ұстазым сырын қайда, ұстазды сыйлайық, ұстазды сүйейік, аяулы ардақтым, құрметті ұстаздарым, қолөнеркенен, қадірлі нәзік жаным, шәкірттер үшін жан беріп жанын қиған, аман бол мәңгі, жасай бер ұстаздарым, әдетті билер, мереке бүгін, құттықтап сіздерді, шәкірттер әгүлінен, тілейміз бақыт, тілейміз зор денсаулық, амалсың өмір, орындалсын армандар, ұстазым асыл жаным, жасай бер мәңгі жаста, ұстазым аяулымнан, арнаның көзіне ай, ұстазым сырын қайда, ұстазым сырын қайда, ұстазды сыйлайық, ұстазды сүйейік, ұстазым асыл жаным, жасай бер мәңгі жаста, ұстазым аяулымнан, арнаның көзіне ай, ұстазым сырын қайда, ұстазым сырын қайда, ұстазды сыйлайық, ұстазды сүйейік. Bora bora sisa, seven bener sisa, bora bora bener, gimana bentuk bener, ustaz seren kaya, ustaz seren kaya, ustaz sihayat, ustaz sihir, ustaz asal jangan, dasar bermain jasa, ustaz ayam besar, anak besar, ustaz seren kaya, ustaz seren kaya, ustaz sihayat, ustaz sihir. Біздің жамандығымызды жасып, жақсылығымызды асырып жүрген біздің ата-анамыз, қатарымыздың теңі болып, тамағымыз тоқ, көйлегіміз көк болып жүруінде сол кісілердің арқасы.
Бізді үйреткен білімге жалғыз тастап, рахмет ұстасыма көзімді ашқан. Біз шәкіртпіз отанның болашағы, білімнің басқышына қадамыз. Тез үйрендік әділменен адалдықты, жүйрендік ажыраттық жамандықты, жалғастырар ақ жолын сен салған, бар деп ұққан әрқашан балалықты. Әліппемен аштым өмір есінің, тербетемін білім бөбек бесінің. Өмір деген өлмедегі шомалар, жаттар өзін ұстазының есімін. Шашынан сипап өткенін, аянбай бізге күш жазы, молдан мейір төккенін.
қолына әліппені күтіп берген адалдық ақ жолындай бағалар. Есінде ұстасын алғаш қарсы алғаны, айқара есік ашып тастағаны, бір мереке құма болып осы маңда жетелеп бір сыныпқа ат барғаны. Енді міне сақындай өте шықты, 4 жыл аз бір кім біліпті, ұстаз ана жасады мына бізден ел танитын азамат бір орта. Ұмытпаймын жаныма білім әр екенін. Шәкірттер сіздерді айтып мақталады, бейнеміз жүректерде сақталады. Біз әлі биіктерде көрінеміз, үміт пен сенімді сақталады. Әрбір қателігімізді кешірілген, жүзі жылы, пышағы кең, ойлылық пен парасаттылыққа жетелеген. Әрбір бағдырғанда тура жолда таңдай білсек, бақытым сол деп қуанған ұстазым жанашырым Жазира апайды қошеметтеп ортаға шақырамын. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, алғашқы мектеп табалдырығын аттаған осыдан 4 жыл бұрынғы менің кішкентай шәкірттерім. Бірінші сыныпқа келген кезде жаңедегі бір қиын немен бастап қойып, мектебімізде дайын болмады, топқа бөлініп оқыдық, үйден оқимыз дедік, мектепке келеміз дедік, одан 16 мектепке барып оқып, міне сондай сәттердің барлығында ата-аналар сіздерге көп рахмет. Осы бүлдіршіндерді сабақтан қалдырмай, кешіктірмей, уақытылы 16 мектеп болса 16 мектепке апарып, қадағалап үйлеріңізге алып кетіп отырған. Міне сол 4 жыл бір кеше ғана басталған сияқты еді, зуылдап бірінің артынан бірі жетелеп уақыт өтті. 4 жылдар өтіп, мынау бастауыш сатысымен қоштасатын, ортаңғы буынға аяқ басатын кездері де келді. Сіздерге көп рахмет. Алдағы уақытта 5-ші сыныпта да осы білімдеріңді әрі қарай жалғастырып, ешқандай сабақтарға дайындықсыз қалмай, күнделікті қалай дайындаламыз, солай дайындалып 5-ші сыныпта жәнедегі Барша апайымыз айтқандай, мына жерде 5-ші асындығының білім деңгейі төмендеп тұрмайтындай жақсы оқып, осы білімдеріңізді дамыта беріңіздер. Мен сіздерге сенемін. Сіздер әрқайсыңыз бір-бір мықты тұлғасыздар. Тек сәттілік тілеймін. Енді бізде ата-аналар неге винеткаға түсіп, Құда қаласа сол винеткамызын табыстауға Дария апай өзіңізге өтініш. Сондай бұл көрсетілген бұл винеткаға өздеріңіз ұлдарыңызға ескертіп бұл винеткаға түсіруге есімалай тәрбиесіға өткізуге біз мектептің тарапынан осындай қоштасыңыздар, шарекет өріңіздер, осындай кейін кигізіңіздер, немесе винеткаға түсіңіздер деген мектептің тарапынан ондай бізде тапсырма болмайды. Оны әр артын салатын кезде қарап сол көрініміз сояйын. Сонымен бітіріп мектепті білім алып қарабыздан кей болған жоқ. Әр заманның өзінің сондай ерекшелігі бар. Қазіргі заман өте балаларымыз керемет, не киім киім. Біз кафеге барып өмірімізді кетаудан келгенімізге қарсы болып маған. Кетауда тек қана ол жерде келіп көшесін төлеген ойды бейне сатарып барып бір кричайда жұмыс істейді. Сол жерге барып, сол жерде бір бейнезеп бір компот ішіп, соған бір айға шейін настроениеміз көтеріліп жүреді. Кафе жоқ, кафедегі жоқ болмыз. Тойдың бәрі, ана өткенде жүрген орындық бар, тойға барсы. Ол жерде скамейка айғата жарып тұршыңызда сиппе беретініз. Енді қазір қандай бақытты заман. Осы бақытты заманда бірақ дейін бар, осы болған балаларыңыз аман болу керек. Қазақта әдемі сөз бар, аман ердің аты шығады. Аман болса көп өтірік болсыздар. Ертең сіздер қайда
қазір біз деп айтамыз балаларға, өте бақытты деп. Бұлардың ішінде Дубайға барып келгендері бар, Анталия, ол шетелден барып келеді біздің оқушыларымыз. Біз өлкеге шетелде олар барып жатыр, көрдіңіздер ме? Сондықтан да осы әдемі сәтін балаларымыз білдіріп алмауымыз керек. Бұлардың әдемі сезімдерін, әдемі жүректерін сол күйі тап-таза сақтау сіздердің қолдарыңызда. Енді балаларымыз, қыздарын дайындамайын. Құттықтыңыз мұның орталарында бейнетпен ауысып көрсететін алғашқы суреттері бар. Апайын ортасына алып түскен, сондай жақсы. Енді біз негізі бастауыш мұғалімдер бақытты, бізді үшін ортасына көріп түспейді. Бейнеттің директорды завучта ешкім керек емес негізі. Сіздер айтқан жоқ жоғары сыныптарда, ең болмаса соңғы орында орталарына түсіп жүріп барып түсіріп көреміз. Бір адам іздемей, біз бейнеттіңді қарасып, мәңгі мектептерден тұрып жүр. Біздің бейнеттімізді сол кезде мектептің директоры, завучтар, сосын ортада класс жүріп, оның айналасында оқушылар бар. Қазір беретін ең болмаса бітіргенде бір сурет тастап кетті мектепке, бітірген түлектерді үйге қойып қоятын дамыз. Әлі ол келеміз орындауға. Сондықтан да жайзербай бақытсыз осынша оқушының ортасында суретке түсіп, бейнетті енді тапсыр. Бұдан кейін сыныптарға тоз, ыңшынсыз, әдемі ертең тойды өткізіп, артынан мынандай қақпен жүрмесін. Мектепте осындай өтіп, әлем сонан бейнетке ақша жинатты. Мәйгеті бәлген әңгімеге ойлаймын. Мен ешқандай бұл қатысып отыра тұттыңызсын. Арты әжіміздің мектепке сөз беріңізді. Бақыттысын жетекшілері. Осы 2100 баласы бар мектептің директорымыз мұндай жүретін жүрген жоқ. Бұл енді көре алмаушылық емес, белый әзіріміз. Қош болып бастауыш 2024 жыл Әл-Фараби мектебі 4-ші А сыныптарына Жазираға салтанат түрде табыстайды. Осы балаларға береміз. Жақындап мына бәріне грамота біреуін оқып жіберейік та. Мына Амангелді Ерсұлтан енді жақсы жазған мынаны мен ашкем жоқ оқи алмаймын, оқи ғой. Амангелді Ерсұлтан. Сен бүгін бастауыш сыныпты аяқтап, орта буынға қадам басып, алғашқы ұстазымен қоштасқалы отырсың. Қадамың құтты болсын. Осы бастауыш сыныпта алған біліміңді әрі қарай жалғастырып, білім шыңынан көрініп, тәуелсіз Қазақстанның білімді де білгір азаматы болуына шын жүректен тілектестім. Ұстазыңның, ата-ананың сенімін ақтай біл. Қанаттарың қатайды, биікке енді самғаңдар. Білім жолы сара жол, іздеңдер қалмаңдар деп тілек айтамын. Сәт-сапар сүйікті шәкірттерім. Алғашқы ұстазым Қалбаева Жазира апайларым. Cennet